Қайырлы күн, достар. Менің ақпаратым пайдалы болса, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін сіздерге мен 10 соттық жерге қалай онлайн өтініш тастауды көрсететін боламын. Ол үшін біз Ego порталына электрондық цифрлық қолтаңбамыз арқылы кіріп өтініш тастаймыз. Паролін енгіземіз кілтіміздің. Мінекей, порталға кірдік, жылжымайтын мүлік тарауын таңдап, оның ішінде жер қатынастары бөлімін таңдаймыз. Мінекей шықты. Жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін 10 соттық жер алуға кезекті қарау немесе кезекке тұру. Бұл бойынша, яғни сіз бұрын соңды кезекке тұрып қойсаңыз, тексеруге де болады. Кезегіңізді онлайн сұрау батырмасын басамыз. Өтінемін, күтіңіз. Мінекей, өз кезегіңізді көру үшін мұны мемлекеттік бетке өтеміз. Өтініш түрі біз кезекке қою, бұрын берілген өтініш деректерін өзектендіру, кезектен шығару, кезектен шықсақ та болады. Біз кезекке қоямыз. Аймақты таңдаймыз, өзіміз тұратын Түркістан облысы. Аудан, ауылдық округ және ауылды таңдайтын боламыз. Тақтау батырмасын. Мен бұрын соңды тұрғын үй құрылысы тегін жер учаскесін алмағанымды растаймын. Енді өзіміздің ЭЦХ кілтімізбен қол қоямын. Ақпарат тасымалдағыш, РСА кілті. Өтінемін, күтіңіз. Мінекей, қызметті көрсету мерзімі 12 күн. 12 күнде бізде жауап келу керек. Мінекей, жауап кеп тұр. Хабарлама, уведомление 2 тілде, PDF форматта. Жер учаскесін алу бойынша кезекке тұру туралы хабарламамыз келіп тұр. Мінекей, номері 17-81 арнайы есеп тізіміне қойылдыңыз деп хабарлама келіп тұр бізге. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес есепке алынған өтініштерді қанағаттандыру қалада барлық қажетті инженерлік коммуникациялармен қамтамасыз етілген бөлу үшін айындалған алаңдардың болуына қарай қатаң кезектілік тәртібімен ғана болатынын түсіндіреміз дейді. Мінекей, осылай біз кезекке тұрамыз.